Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен зебра пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, секер, шемішкі майы, ұн, какао және қосылтқыш пен ванилин қажет. Осыларды бірінші құрғақ ингредиенттерді бір-біріне саламыз. Ванилин мен қосылтқышты салып араластырып қоямыз. Содан соң 4 жұмыртқамызды миксерлейміз. Миксерлей отырып, секерімізді аз-аздан қосып отырамыз. Біздің массамыз 2-3 есеге дейін ұлғаюы қажет. Аппақ болғанша миксерлей береміз. Соңына қарай шемішкі майымызды қосамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Содан соң миксерімізді алып тастап, ұнымызды аз-аздан қоса отырып, массамызды басып алмай, жоғарыдан төменге қарай ұнымызды салып араластырып отырамыз. Біздің қамырымыз қою болып кетпеуі қажет. Осылайша аз-аздан сала отырып араластырамыз. Ұнымыз бір келкі болғанша мұқият араластырамыз. Дайын болған сәтте массамызды екінші ыдысқа жартысын бөліп саламыз.
Осылайша массамызды екінші ыдысымызға бөліп салып, бір ыдысымызға какао қосып, мұқият араластырамыз. Осылайша дайын массамызды қоя тұрып, арнайы формамызды алып, астына сары май жағып жіберсеңіз болады. Ақ массамыз бен какао қосылған массамызды кезекпен кезек салып отырамыз. Осылайша кезекпен кезек саламыз. Барлығын болғаннан соң зубочистканың көмегімен өзіңіздің қалауыңыз бойынша пирогыңызды әсемдесеңіз болады. Неке осылайша өзіңіздің қалағаныңызша әдемілесеңіз болады. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аласыз. Осындай әдемі пирог шығады. Уақытымыз болған сәтте пирогымызды аламыз. Пирогымызды зубочистканың көмегімен немесе шпажка дейма, сонымен тексеріп алсаңыз болады. Зубочисткаңыз құрғақ болса, яғни пісті деген сөз. Осылайша пирогты өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен сахарный пудра септім. Осындай дәмді, көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Көргендеріңізге көп рахмет, міндетті түрде жасап көріңіз. Сау болыңыз. Видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыз.